Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді қолдың жайма лағманын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұранамын. Ең алдымен ыдысқа суды құйып, үстінен тұзды жұмыртқаны саламыз. Жақсылап қолымызбен араластырып, тұзды ерітеміз. Үстінен ұнды саламыз. Ұнның белгілі бір мөлшері жоқ, сондықтан қамырымыз қатты болғанша салатын боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай иленіп шығады. Қамыр қатты болуы қажет. Енді 3 бөлікке бөлеміз. Тағы да жақсылап қолымызбен осылай илеп аламыз әр бөлікті. Барлығын илеп болғаннан соң қалтаға салып, шамамен 10-15 минуттай тынуға қалдырамыз. Ал енді дайын болған қамырларымызды алып, ұнымызды сеуіп, жақсылап осылай қолымызбен басқылап шығамыз. Одан соң қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы жұқа болып кетпеуі қажет, қатты қалың да болмайды, орташа болады. Осылай жайып аламыз. Ал енді ең соңынан осылай үстінен ұнды сеуіп, қамырымызды қайтадан ораймыз, және де бір рет осылай басып жіберіп, орап жайып шығамыз. Енді қамырымызды кесеміз, бірдей етіп барлығын осылай жасап шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамыр осындай болып шығады. Қатты қалың емес, жұқа емес. Барлығын кесіп болғаннан соң ыдысымызға саламыз. Және де мұздатқышқа салып қоямыз. Ешқандай арасы жабысып қалмайды. Ал енді подливаны дайындаймыз. Ол үшін қазанға майды құйып қыздырып, үстінен пиязды саламыз. Пиязды жақсылап қуырып болғаннан кейін үстінен фаршты қосамыз. Тағы да жақсылап 3-4 минуттай шамасында қуырамыз. Және де үстінен картопты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді үстінен томатты қосамыз. Томатты салғаннан кейін шамамен 3-4 минуттай тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді үстінен суды құямыз. Бетін жауып тұратындай болуы қажет. Дәміне қарай тұзын, дәмдеуіштерді салып, бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Қазанымыз қайнағаннан соң дәмін көріп, оттың астын жай қойып, картобымыз піскенше жауып қоятын боламыз. Біздің подливамыз дайын болды. Енді үлкен ыдысқа суды қайнатамыз. Үстінен бір ас қасық тұзды саламыз, және де сұйық майды қосып, жақсылап қайнатып аламыз. Қайнаған уақытта қамырымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Біздің қамырымыздың көбігі шыққанша күтеміз. Міне біздің қамырымыздың көбігі шықты. Енді тағы да жақсылап араластырып, осындай беті ашық күйінде 5 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Сонымен біздің қамырымыз пісіп шықты. Енді үстінен салқын суды құйып, қамырды ала берсек болады. Осылай сүзгіден барлығын ыдысымызға алып аламыз. Енді бетінен подливамызды құйып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, жақсылап, осылай видеода көрсетілгендей араластырамыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Ас болсын. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.